Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәл осындай әдемі булочкалардың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы суға тұз және де қантты салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен дрожжымызды қосамыз және де қозғап, үстінен 3-4 қасықтай ұнды саламыз. 100 граммдай шамамен жақсылап араластырамыз. Енді бетін пищевая пленкамен жауып 10 минут 15 минут уақытқа қалдырамыз. Міне біздің апарамыз дайын, дәл осылай ісініп көтеріледі. Ал енді үстінен сұйық майды қосамыз және де 2 жұмыртқамызды араластырып құямыз. Тағы да жақсылап қозғап алатын боламыз. Ал енді үстінен ұнды салып қамырымызды илейміз. Қамыр бізде жұмсақ болып шығады. Жақсылап илеп болғаннан соң үстінен тағы да 1 қасықтай сұйық майды құйып араластырып қамырымызды басып аламыз. Дайын болған қамырды орап, шамамен 1 сағаттай уақытқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз осылай көтеріліп шығады. Дайын болған қамырды осылай формамыздан алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Ең алдымен ұзыншалап домалатып, 2 бөлікке кесіп аламын және де қалған бөліктерін бірнеше бөліктерге бөлеміз. Әр қамырымызды алып, осылай домалатамыз. Және де қамырларымызды оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Ешқандай ұн себудің қажеті жоқ. Жайып болған қамырымыздың үстінен ерітілген сары майды жағып шығамыз. Және де қантымызды себеміз. Өзіңіздің қалауыңызша арасына мақ қоссаңыз болады. Міне осылай ораймыз және де шетін жақсылап жабыстырамыз. Енді астыңғы бөлігін жабыстырамыз. Үстінен шамалы басып, дәл сол жерден кесеміз. Сол кезде біздің булочкамыз жүрек формасында болып шығады. Барлық қамырымызды дәл осылай қайталап шығатын боламыз. Барлық булочкаларымызды жасап болғаннан соң бетін тағы да жарты сағаттай уақытқа жауып қоямыз, немесе 10 минутта жеткілікті. Және де бетіне сүтті осылай жағып шығамыз. 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Сонымен біздің булочкаларымыз дайын. Ас болсын, жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады.